Тоқаевқа қалай сенесіңдер қазақтар? Тоқаевқа сенер едім мен. Егер Дариғаны соттаса, егер Құлыбаевты соттаса, егер Қайрат Сатыбалдыны соттаса, егер Болат Назарбаевты соттаса, егер Болат Назарбаевтың ұлдары Әбіш анау мынаудың бәрін соттаса, Тоқаевқа сенер едім мен. Біреуін соттады ма? Соттаған жоқ. Бәрі шауып жүр ма? Шауып жүр. Назарбаевқа бюджеттің есебінен 5,2 миллиард теңге төлеп отыр ма? Ай сайын төлеп отыр. Назарбаев мініп жүрген Қазақстанның ұшағын алған жоқ па? Алған жоқ. Бүкіл байлық сол Назарбаевтың әулетінің қолында отыр ғой. Қалай сенесің? Егер Тоқаев Дариғаны соттаса 20 жылға, мен Тоқаевқа арнап өлең жазатын едім. Егер Тоқаев Болат Назарбаев пенен Тимур Құлыбаевты соттаса, мен ана Шыңғырбайдан артық шыңғырып тұрып, Тоқаев деп өлең айтатын едім. Ештеңе істеген жоқ қой Тоқаев. Атаңның басына сенесіңдер ме қазақтар? Өстіп жағымпаздықпен өстіп қор болып, анау істейме, мынау істейме деп, ана интеллигент сатымсақ, арсыз, ұятсыз, жағымпаз зиялыдан, мына ұятсыз, арсыз, суайт жазушыдан, ана бір өтірік ұлтшылдан телевизорда билік шығарып қойған Назарбаев кезіндегі 30 жылдан бері сәбеттен қалған орыс сасыған өңкөй, арсыз, ұятсыз, шешенсіген, өңкөй шешенсіген сұмырай ит, ұятсыз, солардан үміт күтіп отырсыңдар ма қазақ? Бәрің ақылды болып? Ол сұмырайлардан сендерге пайда тимейді олар. Олар ертең Путин жаулап болса, Путинді мақтап өлең айта береді. Ұлттық арнада Путинді мақтап құтқарушы деп, мына Еуропадан Америка империализмнен құтқарушы деп мақтап өлең жазып отыра береді олар. Совет одағы қайта келсе, міне мен Совет одағының мына компартияның билетін сақтап отыр едім, компарт билетін сақтап отыр едім деп өлең жаза береді олар. Тентек қазақтар, қайда кеттіңдер, тұқымдарын құрып кетті ме? Мына оккупант орыстардың мәселесін көтеріп, әлемдік деңгейге көтерудің жалғыз жолы. Тентек қазақтар, істесеңдерші. Ақыры қорлықпен өмірлерің өтіп жатыр. Ауылдағы жігіттер кредит қайтарып, өлімші болып өмір сүріп жатсыңдар. 5-6 тауың бірігіп тірлік істемейсіңдер ма? Әлемдің назарын аудармайсыңдар ма? Ақпаратты шулатпайсыңдар ма? Бұзатынды бұзбайсыңдар ма? Шағатынды шақпайсыңдар ма? Көгертетін жерді көгертіп, қирататын жерді қират, өртейтін жерді өртемейсіңдер ма? Алланың кітабында да жазып тұр. Отаныңды, еліңді, жеріңді қорғау үшін бәріне баруға болады. Мына жер қазақтың жері. Олар ешқандай да халық емес, олар жаулаушы. Олар кеше біздің ата-бабамызды қырушы. Олар бізде ата-кегіміз кет, оларда біздің ата-кегіміз бар. Қазақты бейбіт түрде жаулап болғанын дүниеге дәлелдеуге де бір қазақ шықпадыңдар ғой атаңа нәлеттер. Енді өстіп отырып қорлықта өлсеңдер, о дүниеде Алланың өзі сендерді тозаққа жібереді. Неге? Қарекетсіз отырмыңдар. Құдай сендерге бас берді ма? Берді. Жер берді ма? Берді. Ел берді ма? Берді. Күш қуат берді ма? Берді. Ал отырдыңдар қорлыққа көніп. Ертең сол орыс сенің қызыңды қорлайды. Ұлыңды қатын қылады, қызыңды қатын қылмайды, ұлыңды қатын қылады. Соның бәріне көніп отырсын сорлы қазақ. Адам болып, ұлт болып бір тірлік істейтін кездерің бола ма? Неге қазақтың бәрі соншама ақылды болып кетті? Ақылды қазақ болсаңдар ұйымдаспадыңдар ма? Ауылдан бір 5 тентекті әкеліп, 5 қазақтың бизнесмен, біз сен түрмеге тықса, біз құтқарып алайық деп. Қорасына бір сиыр алып беріп, 2 сиыр алып беріп, сен мына көшіп кеп жатқан орыстардың бір-екеуінің тұмсығын бұзшы. Соның тұмсығын бұзайық, міне 2 сиыр алып берейік деп. Неге келіспейсіңдер? Сонда саған мына осы қазақ жері керек емес па, сол бай қазақтар? Сендер сен бай қазақ болып жүрсің, қаншалық байсың? Сенің өмір бойы жиған байлығыңнан 100 есе үйді орыс келіп сатып алып қойды. Неге? Рубль олар үшін алғанда салфеткадан айырмасы жоқ. Әжетхананың қағазынан айырмасы жоқ. Путин алды да рубльді басып қолдарында жәшік рубльді берді. Қазақстан рубльден айырылмай отыр. Еуразиялық экономикалық одақтан шықпай отыр. Міне, ОДКБ әскери одақтан шықпай отыр. Тоқаев ойпай Путиннің бетіне қасқайып тұрып айтып сал дейді. Атаңның басы Тоқаев сөйтіп айтқан болса, осыны айтқан қазақ бар ғой, ертең сенің басыңды шауып, ана басыңның ішіндегі мима, маңқама қолымызды тығып араласып, ана